Осындай керемет болып шығатын галетаны менімен бірге дайындаңыздар. Бүгін сіздермен галета дайындаймыз. Ол үшін бізге осындай сары май керек. Мен кішкене ерітіп алдым. Осылай еріп тұрған болу керек. Үстіне біз қантымызды қосамыз. Осылай толтырмай 3 ас қасық қостым. Енді қантымызды барлығын сары май екеуін араластырып аламыз. Осылай жақсылап қантымызды ерітіп аламыз. Жақсылап араластырып аламыз. Енді жұмыртқамызды жарамыз. Жұмыртқамызды да массаға қосып араластырып аламыз жақсылап. Келесі кезекте менде қаймақ, 20% қаймақ бұл жерде. Қаймақ қоспауға да болады, қоссаңыздар да болады. Қосқан кезде дәмі жақсырақ болады. Қамыр жақсы көтеріліп, әдемі воздушный болып тұру үшін біз разрыхитель қосамыз. Менде бұл жерде 12 грамм екен, оның жартысын қосамыз, шамамен 6 грамм қостым. Осылай қосып аламыз. Келесі кезекте бізде осылай ұнымызды саламыз. Осылай ситадан өткізіп саламыз. Бұл біздің қамырымыздың жақсы көтерілуіне, текстурасының жақсы болуына, жақсы жайылуына үлкен әсерін тигізеді. Осылай қамырымызды қаттылау, қоюлау болғанша вилкамен араластыруға болады. Ары қарай қолымызбен жақсылап жұмсақ қамыр илейміз. Мінекей қамырымыз уже бір-бірімен қосылды. Осылай қолдың ептілігімен жұмсақ қамырымызды илейміз. Видеода көрініп тұрғандай, қамырымыз бізде өте жұмсақ болып шығады. Осылай ұнды көп қоспаймыз. Ұнды қоссақ, қамырымыз өте қатты болып қалады. Дайын болған қамырымызды біз холодильникке сала тұрамыз. Оған дейін ортасына салатын салмамызды дайындап аламыз. Келесі кезекте бізде начинка. Мен 3 түрлісін қолдандым. Грушаны қолдандым, алма және клубникадан болады. Осылай жұқалап турап аламыз. Менде бұл жерде сәл ірілеу болып тұр. Сіздер бұдан да майдағып турасаңыздар жақсы болады. Осылай клубникамызды да турап аламыз. Ішіне өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша фрукты салуға болады, вишня салуға болады. Бұл жерде бізде груша мен алма өте тәтті болып шығады. Ал клубника бізде сәл кислинкамен өте күшті дәм беріп тұрады. Оны ұнататындар бар өздері. Көбірек жасасаңыздар болады. Мен бірдей мөлшерде алып жасап жатырмын. Енді қамырымыз, ішіне салатын салмамыз дайын. Енді екеуін біріктіреміз. Осылай қамырды 6 бөлікке бөлдім. Мен бір бөлігін алып, осылай жұқалап жаямыз. Видеода көрсетілгендей әдемілеп, осылай жұқа қылып жаямыз. Осылай салмасын салып, өздеріңіздің көз мөлшерлеріңіз бойынша, өздеріңіздің жегілеріңіз келетін мөлшерде, продуктыға байланысты өздеріңіз саласыздар. Керекті мөлшерін салып алдым. Енді видеода көрсетілгендей шет-шеттерін осылай әдемілеп біріктіреміз. Қамыр бізде өте жұмсақ, сондықтан жыртып алмай,
осторожно, аккуратно осылай ұштарын бір-бірімен беттестіріп біріктіреміз. Мінекей, бізде осылай клубникадан жасалған галетамыздың біріншісі дайын. Енді майы жағылған ыдысымызға саламыз. Мінекей. Галетаның тию әдісін тағы бір рет көрсетейін. Осылай өте оңай әдемі болып шығады. Мен барлығын өйстіп жасап шықтым. Енді қызып тұрған пеште 20-25 минуттай пісіріп аламыз. Бетіне мен жарты шай қасық қантымызды салдым. Ол тәтті бізге дәм береді. Және де ішіндегі начинкамыз бізде сочный болып, суы ағып, солай әдемі болып піседі. Жасап көріңіздер. Чайға жасаған кезде өте ыңғайлы, тез жасалады. Мінекей біздің галеталарымыз дайын. Бетіне сахарный пудра себеміз. Мұндай әдемі тіске басарлар әр столдың сәнін келтіреді. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар.